Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы костюмді бірінші өлшемге дайындау. Яғни бізде ең алдымен алдыңғы сабақтарда өтіп кеткендей клиентпен жұмыс жасап бастағанда оның не қалайтынынан кейін эскизін сызып алып, өлшемін алып, одан кейін лекаласын сызып алып, өзінің құжатнамалары бар, сол бойынша жұмыс жасап келе жатып, осы ең бірінші костюмді бірінші өлшемге дайындаймыз. Яғни қалай? Ең бірінші біз лекаласын жасап алдық қой. Сол лекаласын жасап алғаннан кейін біз оны матаға түсіріп алдық. Одан кейін барып, матаға түскеннен кейін барып, оны жалпы иықтарын және бүйірлерін тігіп алып, одан кейін манекенге кигізіп көреміз. Оның артық кемшіліктері ол міндетті түрде болады. Немесе біз бірінші өлшем үшін клиентті шақырамыз. Ол өте маңызды. Ол бірінші өлшемге келіп, өзінің иығына, бүйір жағынан алатын алып, қосатын қосып деген сияқты өзі қалау бойынша жасауын сұрайтын болады. Ол өте маңызды бізде. Жалпы бірінші өлшем костюмның алғашқы пішілген нұсқасын адамның денесіне киіп көру арқылы тексеру процесі. Бұл кезеңде киімнің пішіні, көлемі, сәйкестігі анықталады. Себебі бізде эскизді сызып болғаннан кейін оны тіккен кезде, пішіп тіккен кезде, яғни бізде ол міндетті түрде айырмашылықтар болады. Ол жандай сондай өзінің реті деп ойлаймын. Өйткені бізде эскизге сәйкес киімді шығару деген сәл қиынырақ болады. Осындай бірінші өлшем, екінші өлшемді міндетті түрде қажет ететін процесс. Жалпы бұның мақсаты киімнің дене пішініне сәйкестігін бағалау, кемшіліктер мен ақауларды анықтау, қажетті түзетулерді енгізу. Яғни бізде бор арқылы вытяжкасын қысып деген сияқты ине арқылы бізде бұл процесстер жүзеге асырылып отырады. Жалпы дайындау кезеңдері лекала бойынша мата бөліктерін пішіп аламыз, одан кейін детальдарды уақытша көктеп аламыз. Ол білесіздер ғой, біз манекенге ең бірінші кигізіп алған кезде бөлшектерін инемен қадап-қадап қоямыз. Одан кейін барып инеден жаймендеп алып, оны әрі қарай көктеп аламыз. Содан кейін барып біз оны тігеміз. Жалпы киімнің пішінін тексеру үшін алғашқы өлшемге дайындауымыз бұл маңызды процестердің бірі. Жалпы өлшем жасау кезінде модельдің қозғалыс еркіндігін бақылау. Яғни бізде иық жағы тартылмайтын, арқа жағы тартылмау керек деген сияқты, немесе талия жағымыз қатты қыспау керек, немесе кең болмау керек. Ол сәйкесінше өзінің формасында тұру керек. Бұл бізде маңызды процестердің бірі екені. Жалпы назар аударатын жайттарға келер болсақ, бұл иық сызығы. Иық сызығы бізде өлшеп алғанның өзінде артық шығуы мүмкін. Өйткені айтып отқандай, эскизді сызғаннан кейін эскизге қарап өлшем алып, оны қырққаннан кейін ол міндетті түрде ода артық сызықтар пайда болады. Бұл табиғи нәрсе. Ендік пен ұзындық. Бұл жерде ендік пен ұзындық жалпы адам өзінің қалаған бастапқы ұзындығы ұнауы мүмкін, немесе енінен қысып тұрған ұнауы мүмкін. Оған кеңдік ұнамай, қысып тұратын, яғни айтсақ вариант ұнауы мүмкін, немесе ұзындығынан ұзын болып кетіп, қатты ұзын болып кетті, қысқартыңыз деген сияқты өзінің қалаулары болуы мүмкін. Жең мен мойын ойындысы. Бұл жерде мойын ойындысын базовый лекаланы алғаннан кейін барып бізде жүзеге асырылады. Адамның денесіне кигеннен кейін кейбіреулерде ол төмен, кейбіреулерде жоғары. Одан кейін жең бізде ол 3/4 болуы мүмкін, шындақтан болуы мүмкін, немесе иықтан болуы мүмкін. Адамның өзінің қалауына байланысты сызып алып, қиып тастай береміз. Жалпы бел мен мықынның сызығы.
яғни бізде талияда сызығымыз келіп тұр ма келмей тұр ма, соның барлығын анықтап аламыз, назар аударамыз. Бұл өте маңызды. Ары қарай жалпы маңыздылығы костюмнің сапасын арттырады. Яғни бізде сапасы жағы бірінші өлшемнен кейін уже біз қай жерін аламыз, қай жерін кемітеміз, оның барлығы бізде анықталып тұратын процесс. Костюмнің сапасын арттырады, дайын өнімнің эстетикалық көрінісін жақсартады. Бұл уже бізде дайын киімге ары қарай алып келетін процесс. Жалпы тапсырыс берушінің өлшеміне дәл келуін қамтамасыз етеді. Жалпы өлшеміне дәл келуін қамтамасыз етеді. Яғни бұл адам бірінші өлшемге келіп киіп көргеннен кейін уже бізде екінші өлшемге келіп сәл ғана өзгертулер ғана дайын болуы мүмкін. Яғни бізде адамның өзінің талғамына қарай өзгеріп отырады. Жалпы қорытындылай келсек, бірінші өлшем кәсіби тігін процесінің маңызды бөлігі. Бұл кезең киімнің сапалы әрі ыңғайлы болуына тікелей әсер етеді. Жалпы өздеріңіз көргендей, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетіп отыр. Сіздерге үйге тапсырма, осы мен жазған анықтамаларды міндетті түрде лекция қылып дәптерлеріңізге жазып алу, және де осы алдыңғы өздеріңіздің өлшеп алған жаңағы лекалаларыңыз бар ғой, соны тағы да жаңағы ұзындығымен қайта сызып сурет қылып маған осы тапсырма ретінде жібересіздер. Осымен біздің онлайн сабағымыздың тақырыбы осы өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.